Қазақстанның әскери қуаты қаншалықты мықты? Болашақтың техникасы жайлы не білеміз? Қарулы күштерде қандай инновациялық қару-жарақ бар? Қазақстанның қарулы күштері орталық Азиядағы ең қуатты әскерлердің бірі саналады. Әскери қуаты жағынан еліміз Global Firepower халықаралық рейтингінде 57-ші орынға тұрақтаған. Қазіргі таңда Қазақстанда әскерді кезең-кезеңімен қайта қаруландыру процесі жүргізілуде. 2024 жылы 500-ге жуық жаңа техника жеткізіліп, тағы 50-ге тарта әскери машина күрделі жөндеуден өтті. Жаңа әскери кемелер, зениттік зымыран жүйелері және заманауи ұшақтар. 2024 жылы Ақтауда өткен бірлестік 2024 оқу-жаттығулары Қазақстан армиясының қуатын айқындап берді. Арлан – болашақтың техникасы, қарулы күштердің мақтанышы. Арлан бронды көлігі негізінен барлау мен тактикалық міндеттерді орындауға арналған. Ол кез келген атыс қаруына төтеп беруге қауқарлы. Жақында қарулы күштер 53 дана Арлан брондалған көлігімен толықты. Бұл отандық өндірістегі әмбебап көліктің қорғанысы НАТО стандартындағы 3-ші деңгейге сай келеді. 12 литрлік қуатты қозғалтқыш. Көлік төбесіндегі танкіге арналған пулемет техниканы ерекшелендіреді. Негізгі экипажы 3 адам: көлік командирі, механик және нысанашы оператор. Сонымен қатар техникада ұрыс жүргізуге арналған 6 жауынгерді тасымалдауға мүмкіндік бар. Ұрыс уақытындағы салмағы 16 тонна. Елімізде зениттік зымырандар, артиллериялық қондырғылар және әуе қорғаныс күштерінің қуатын арттыратын бірқатар платформалар мен жүйелер жаңартылды. Әскери әуе күштерінде заманауи техникадан құралған емес. Қазақстандық ұшқыштар жақында Испаниядан келген А400М әскери көлік ұшағын тізгіндеп үлгерді. Ал Су-30СМ жойғыш ұшағы Қазақстан аспанының қырағы қыранына айналды. Әскери теңіз күштері де көп мақсатты шапшаң катерлермен толықты. Ол теңізде және өзен жағаларында операциялар жүргізуге, десантты жағалауға түсіруге, сондай-ақ медициналық эвакуация мен іздестіру құтқару шараларына арналған. Катердің су ығыстыру көлемі 31 тонна, экипажы 4 адам. Қазақстан қарулы күштерінде техникадан бұрын мамандарға айрықша көңіл бөледі. Еліміздің әскери оқу орындарында 11 жаңа әскери мамандықтар ашылды. Осылайша еліміздің әскери әлеуеті күн санап артып келеді. Айбынды армия, тәуелсіздік кепілі.